5000 теңге үшін сотталып кете жаздадым дейді. Ойыншық сататын кезім ғой. Зат саттым 4,5 теңге. Тәте баласымен келді. 5000 теңге берді да, бүйтіп 2-5000 теңге қосылған, қосып беріп жіберді 10.000 теңге. Алдым да 500 теңге сдача бердім да, бүйтіп қарасам 10.000 екен. Бірақ сен көрдің ғой, 10.000 екенін. Біліп тұрмын, ол кезде 12 жастан асып кеткен шайтанмен наты араласып жүрген кезім ғой. Ана 5000 саламда, 5000-ды велосипедке арбузик алам, сигнал алам, велосипедке тюнинг жасайын деп қалтама сап қоям. Велосипедке тюнинг деген сөз қалайсыз? Велосипед тұратын да? Кәп сигнал бассаң, бап! Сигнал мен ғой. Өзің де істей алады екенсің. Ана кісі кесе бермеймін деп отырмын, келеді деп. Өйткені құны бар кез. Ана кісі баласымен келді. Жаңа сізге 5000-нан 2 беріп жіберіппін, мен шатасып, есіме түсті сізге екен деді. Сонымен мен, ойбай тәте жоқ, маған емес дедім. Бала біліп тұрмын ғой, саған бердім ғой деді. Қашан бердіңіз жаңа? Сізді менен зат алдыңыз ба дедім ғой. Жындымын, мен сізден алдым ғой, екеуін беріп жібердім. Мен ойлансам сізде екен деді. Тәте құдай ақы менде емес сіздің ақшаңыз дедім. Сонымен ана кісі да деді да сеніп қалды. Жұмыртқағам сол жерге алып білейші деді. Анаяға кетті, қайттан келді ғой. Жылап келші, балама памперс алам деген ақша, сместің ақшасы бере саңызшы сізде ғой деді. Тәте менде 12-дегі балаға сіз деп жатыр ма уже? Енді сен десе бермей қоя ма деп қорқып тұр да, сіз деп сыйлап тұр ғой. сөйтіп менің ойым вообще бермей оған ақшаны. Уже өзін андай көрсетіп қойды, до конца сол позицияда. Өше құдай ақымен кетті ғой. Сөйтіп онда мен сізді қазір соттатам, милициямен келем деді ғой. Ол кезде ол қатты не қылады, шошитып. Өйткені мен оның алдын значок ұрлап ұсталып қойған милицияға. Сөйтем да ана 5000 теңгені шығарам да қайшымен майдалап, отпечаток қап қалмасын деп тұр ғой, кетіп қап. Қайшымен майдалап кесем ғой 5000 теңгені. 30 теңге тастадым короче, майдалап тастадым ана. Пакетке саламын да, пакетті скотчтаймын ғой. Тайландқа апарып көміп. Скотчтап, қара пакетке саламын да, туалетке барып, сетін сияқтап ағыз жіберемін да. Мен кішкентаймын ғой, мен андай жүрек соғып тұр ғой жаңағыдай. Сөйттім ана 5000 теңге, тюнинг жасаған жоқпын, өзімді жаратқан жоқпын, майдалап. Полицияда келмеді. Полицияда келмеді. Қазір ұяласың ба ол осы? Ұялмаймын, 5000 теңге. Неге? Не үшін ұяласың 5000 теңге? Түсте қалады ғой. Ол жерде сенікі қате деп ойламайсың ба? Қате емес, велосипед тюнинг болған жоқпын менде. Достар, онда былай жасайық. Ернардікі қате болса, ауыр сөздер комментарийға